Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы тура пропорционалдық тәуелділік, кері пропорционалдық тәуелділік. Оқу мақсаттары: қандай шамалар тура пропорционалды болатынын түсіну және оларға мысалдар келтіру, есептер шығару. Қандай шамалар кері пропорционалды болатынын түсіну және оларға мысалдар келтіру, есептер шығару. Шамалары тура және кері пропорционалдықпен байланысты есептерді ажырату және шығару. Жаңа сабақ. Мысал келтірейік. Егер бір дәптер 90 грамм қағаздан дайындалса, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 дәптер неше грамм қағаздан дайындалатынын табу үшін кесте құрайық. Көріп отырғанымыздай кесте тұр. Сонымен дәптерлердің саны 1-ден бастап 8-ге дейін. Қағаздың массасы бір дәптер болған кезде 90 грамм, 2 дәптер болған кезде 180 грамм, 3 дәптерде 270, 4 дәптер 360 грамм, 5 дәптер 450 грамм, 6 дәптер 540 грамм, 7 дәптер 630 грамм және де 8 дәптер 720 грамм. Дәптер саны неше есе өссе, немесе кемісе, оны дайындалатын қағаздың массасы сонша есе өсетінін немесе кемейтінін көрдік. Кесте бойынша қарап отырсақ. Егер шаманың біреуін бірнеше есе арттырғанда, немесе кеміткенде, екіншісі де соншаға артып, немесе кемісе, мұндай шамаларды тура пропорционал шамалар деп атаймыз. Тура пропорционалдықты әріптермен жазатын болсақ, x1-дің y1-ге қатынасы тең болады x2-ның y2-ге қатынасына. Тура пропорционал екі шаманың біреуінің мәндерінің қатынасы сәйкес екіншісінің мәндерінің қатынасына тең болады. Бұл тура пропорционалдықтың негізгі қасиеті. Мысалы, массасы 300 грамм, концентрациясы 15% қантты су ерітіндісіне 60 грамм таза су құйылды. Соңғы ерітіндінің концентрациясы неше пайыз? 300 грамм 100%, ал x граммымыз 15% деп алатын болсақ, пропорцияның негізгі қасиетін пайдаланып, белгісіз x-ті анықтаймыз. Яғни, 15-ті көбейтеміз 300 граммға, бөлеміз 100%-ға. Жауабымыз 45. Демек, алғашқы ерітіндіде 45 грамм қант бар. Соңғы ерітіндінің массасы, ол 300 граммды біз қосамыз 60 грамм суға. Яғни, 360 грамм бізде шығады. Соңғы ерітіндінің концентрациясы y деп белгілейміз, неше процент екенін табамыз. Масса 360 граммды біз 100% деп аламыз. 45 граммды y% деп аламыз. Шешуі. Мұнда да пропорцияның негізгі қасиетін пайдаланып, 45 граммды көбейтеміз 100%-ға және де бөлеміз 360 граммға. Жауабымыз 12,5% шығып тұр. Жауабы 12,5%. Келесі, кері пропорционал шамалар. Осыған бір есеп шығарайық. Тапсырманы 4 жұмысшы 120 сағатта орындайды. Осы тапсырманы 8, 12, 16 жұмысшы неше сағатта орындайтынын анықтау керек. Шешуі. Егер тапсырманы бір жұмысшы орындаса, ол неше сағатта орындайтынын анықтайық. Яғни 4-ті көбейтеміз 120-ға. 480 сағатта орындайтындығын көреміз. Тапсырманы 16 жұмысшы орындаса, неше сағат орындайтынын анықтайық. Яғни 480-ді бөлеміз 16-ға жұмысшылар санына. Сонда 30 сағат екенін табамыз. Шамалардың өзгерісін кестеге салайық. Көріп отырмыз кесте бойынша жұмысшылар саны 4, 8, 12, 16 және сәйкесінше орындалу уақыттары. 4
жұмысшы 120 сағат уақытта, 8-60 сағатта, 12-40 сағатта және 16 жұмысшы 30 сағатта орындайтындығын көреміз. Кері пропорционалдықты әріптермен жазатын болсақ, x1-дің x2-ге қатынасы тең болады y2-нің y1-ге қатынасына. Мысалы, кері пропорционал шамалар көбінесе кездеседі. Тік төртбұрыштың ауданы тұрақты болғанда оның ұзындығы мен енінде, құны бірдей заттардың мөлшері мен бағасы, ара қашықтық бірдей болғандағы жылдамдық пен уақытта көруге болады. Демек, берілген тапсырманы орындайтын жұмысшылар саны неше есе артса, жұмсалатын уақыттың сонша есе кемейтіндігін көреміз. Егер бірінші шама бірнеше есе артқанда немесе кемігенде, екінші шама сонша есе кемейтін болса, мұндай шамалар кері пропорционал шамалар деп аталады. Егер екі шама кері пропорционал болса, бірінші шаманың мәндерінің қатынасы екінші шаманың мәндерінің кері қатынасына тең болады. Есеп. Мотоциклшы өзен үстіндегі көпірден 10 метр секунд жылдамдықпен 54 секундта өтеді. Мотоциклшы осы көпірден 12 метр секунд жылдамдықпен неше секундта өтеді? Осы есепті қарастырайық. Шешуі. Егерде біз x-ті мотоциклшының көпірден 12 метр секунд жылдамдықпен өту уақыты деп белгілеп алсақ, есептің берілу шарты бойынша 10 метр секунд ол бізде 54 секундта өтеді жылдамдықпен, ал 12 метр секундта x уақыты. Яғни мұнда белгісіз x-ті анықтаймыз. Есептің шарты бойынша кері пропорционал шамаларды пайдаланып құрылған пропорция. Сонымен 10-ның 12-ге қатынасы тең болады x-тің 54-ге қатынасына. Осыдан x-ті анықтайтын болсақ, 10-ды көбейтеміз 54-ке, бөлеміз 12-ге, тең 45 секунд. Мұнда пропорцияның негізгі қасиетін қолданып отырмыз. Сонымен жауабымыз 45 секундқа тең болады. Енді балалар, бүгін өздерінің бүгінгі сабақта қатысқандарында бағалап, берілген фигураларды таңдайық. Экранға назар аударамыз. Жұлдызша болса, мен сабаққа өте жақсы қатысып, тапсырмаларды толық орындадым. Мен бүгінгі сабақты жақсы түсініп, қатысып орындадым. Мен жақсы талпындым, бірақ бәрі ойдағыдай емес. Менің бұдан да жақсы дайындалуыма болады. Мен бүгін сабаққа араласпадым. Өздеріңіздің қандай деңгейде болғандарыңызды сабақтың осы соңында байқап қарауға болады. Балалар, үй жұмысын жазып алайық. Номер 129. Егі тегершік қайыс белдікпен байланысқан. Үлкен тегершіктің шеңберінің ұзындығы 54 см. Ал кіші тегершіктің шеңберінің ұзындығы 36 см. Үлкен тегершік 30 рет айналғанда, кіші тегершік неше рет айналады? Келесі, номер 134. Автобус екі елді мекен арасындағы қашықтықты 60 км сағат жылдамдықпен 3,5 сағат жүрді. Егер автобус жылдамдығын 10 км сағатқа арттырса, осы қашықтықты неше сағат жүреді? А. 2,8 сағат, 3 сағат, 2,5 сағат, 3,2 сағат. Бұл тест түрінде берілген есеп. Келесі кездескенше сау болыңыздар.